Бұны мен ерегістің кеп тұрып айналайын, кірамайды екем, үйтамайды екем, бүйтамайды екем деп. Не? Мен не білем? Келгенді! Сізде құттықтаушы немерелеріңіз әшөк, шашөк дей салады ғой. Үлкен қыз болғайсың ғой. Сөйтіп достар, Алла қаласа, келесі пранкты Түркістанға барып түсіріп келсек па деп ойлап отырмыз. Так что осы соңғы шыққан пранктан екі есе күлкіге қарық қылатындай күшті видео күтіңіздер. Жаным, қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Коркони, вкусный. Да. Уи. Кішкентай емессің ондай. Уида. Уи. Қалайсыңдар? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, не ұйықтамай жатсың қарындасым алайын? Сол сәрес күтіп жатқан өздеріңізде. Жаным, тепті тайып ораза ұстап жүр өзі. Молодец, асқазаның ауырып қалмасын. Жоқ. Құдай. Ауыз ашқаннан кейін бір суды бір тап тойып қаласың ба? Ойба, айтпаңыз. Жаным, үлкен қыз болып өсіпсің ғой, құдай. Танып отырмын. Ой, мен баяғы ауылға Иә. Ой, жаным, тит-тит. Төртінші рет қосылып отырмын сізге осымен. Ой, молодец. Кән? Тақпағаныңды айтып бер, столдың үстіне шықты. Ағыбай тәтеңге 1000 теңге береді, Не деп айтайын? Аю, қан? Рамазан айтып берейін ба, десең, ja. Ой, жаным, әзілге де бар өзі, әні. Бәрін біліп тұр. Менің оң сол екен, бәрін біліп тұр. Молодец. Қаншадасың? 18-де. Ой, құдай, 18 дейсің бе? Иә. Ой, молодец. Уже магазиннен темекі береді екен ғой саған, десе. Ау? Қазір 21 плюс болып кеткен ғой темекі. Аламай жүрсің бе қазір? Бермей жатыр ғой сол. Не, құрсын қарындасың, не айтып отырсың? Ойнап отыр. Қой құрсын деп жаман нәрселерге жолама. Иә, дұрыс айтасыз. Ата-анаңның берген тәрбиесін алып, сол тәрбиесін құртып алмай, инабатты ибалы қыз болып өссе айналайын қарындасың. Иә. Ата-анаң саған қандай тәрбие берді? Сол кісілердің үмітін ақты. Әмин. Иә, саған сеніп отырмыз. Биылғы сөзіңіздің алды болды. Иә. Ертең тұрмысқа шыққан кезде бізді ұятқа қалдырмай айналайын. Иә. Не тәрбие бердік біз саған? Арақ іштедік па? Айтпадық. Пиво іштедік. Темекі шектедік па? Жоқ. Айтпадық. Кальян шектедік. Не керек одан басқа айналайын ал? Иә. Тып-тыныш. Қай қаладансың? Шымкентская. Ой, молодец. Қай елсің? Кіші жүздің ғой. Кіші жүз? Үйіндегілерің біле ма кіші жүз екеніңді? Жоқ, білмеймін. Айтпа ол кісілерге. Құрсын, не қыласың? Қай жақта оқисың? Алматыда. Сен точно 18-десің бе? Иә. Қадай, жемен кішкентай көрініп кеткенсің? 18-ден ғой. Қадай? 3 күн бұрын толдым, құттықта жесеңіз болады. Хош. Не істеп жатсыңдар десе? Ойнаймын ғой құрсын. Атың кім? Айдын. Ау? Айдын. Айдын? Ал, Айдын қарындасым айналайын. 3 күн бұрын туған күнің болыпты. Шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығың мықты болсын. Соны бағаны бір өшесің. Өшесі шықпасын. Көш. Ал, Айдын, туған күніңмен өткен. Саған шын жүректен денсаулық тілеймін. Ата-анаңның осындай красавица қызы болып жүре бер. Сол кісілердің үмітін ақта. Бақытты бол. Денсаулық мықты болсын. Сен кәдімгідей серьезно. Осы мен түсінбеймін, достар. Любой жерде осындай нәрсе болады. Біреу отырыста жиналып, кәдімгі біреу бір серьезно тілек айтса, анау туған күн иесі тілекті бүйтіп тыңдайды. Мысалы, тілек айтшы маған. Ал досым, туған күн құтты болсын. Алға мақсаттарыңа жете бер. Пранктарың болашақта бар болса, үлкен болып
анда СНГ қарайтын болып өсе бер досым. Вот өйстіп тыңдаймыз. Вот неге? Енді, конечно, біздің адресімізге айтылып жатқан жақсы сөздерді тыңдайсың ғой. Ай, неменеге көңіл күйлерің түсіп кетеді. Мен қанша осы уақытқа дейін айналайын қанша туған күн көрдім. Туған күн өйстіп тыңдайды ғой, тілекті. Қайғырып, біреудің бір асында отқан сияқты. Айналайын туған күн деген веселый болу керек. И саған веселый сондай күшті тілектер айтылып жатыр ма? Рахмет. Басынан айтыңызшы. Басынан айтыңызшы. Бебандай. Күшті болып тұру керек қой. Басынан айтыңызшы. Давай, басынан айтамын, давай. Ал, Айдын. Иә. Туған күніңмен. Рахмет. Саған қандай тәрбие бердік? По-любому қайғырып жүрсең. Ойнап айтамын. Сол, денсаулығың мықты болсын. Қазір қандай красавицасың, осылай дәл осы қалпыңда красавица болып жүре бер. Рахмет. Үмітін ақтап, Құдай қаласа өзінің армандаған мақсаттарың болса, сол мақсаттарың орындала берсін. Әйтеуір қыз жат жұрттық дейді ғой, ертең әйтеуір жылдар өтіп өзіңнің оригинальный үйіңе барасың. Иә, Сол конечно. жақта барған жеріне тастай батып судай сіңіп, өзім ұзатамайын ойын қарындасым. Күшті де ою бар көйлек алып қойдым. Ақ ботам, ал енді қошамын деген өлең жазып қойдым. Сонымен өзім жылатпай шығарам. Күшті болады. Айналайын қарындасым, шын жүректен құттықтаймын. Бақытты бол туған күніңмен тағы да өткен. Рахмет. Иә. Сау болыңыз. Қайттыңдар ма? Жоқ, сіз айтасыз ғой, бірінші мен айтып қалайыншы дегенім ғой. Сен типа андай болып тұрсың ғой, иә? Жігітімен араласқан кезде, ол емес, мен оны тастап кеттім деген сияқтыға келтіріп тұрсың. Өзім бірінші өткізіп жібердім десе. Молодец. Рахмет, сау болыңыз көп. Давай, пока. Құдай, кішкентай қыз, 18-де түт мен ауыз айтып қоямын, сен вообще андай санынан шателесіп қоя беретін болсаң. Құрсын. Ары қарай кеттік ал. Келін болатын қыз іздеймін. Айналайын деп па. Құрсын, маскаң шешші айналайын. Шеше алмайды екен. Азаннан кешке дейін маскамен жүреміз дейді айналайын. Хотя прямо эфирде маскаларын шешіп отырыңдаршы, иә? Әйтеуір, қатып қалмасаң болды, жарайды отырсаң отыра бер. Қалайсыңдар? Жақсы. Не болды, далада жүрсің бе? Иә. Болған шығарсың енді айналайын, кіршейші құрсын. Кіре алмайды екен. Бұна мен ерегісін кеп тұрмай, айналайын, кіре алмайды екем, үйте алмайды екем, бүйте алмайды екем деп. Қобалжып тұрған ес құрғырым. Қобалжып отырған жоқ. Мына вообще ұрысқысы кеп тұрмай. Не? Құдай, тек бәрің тек тұлыпсыңдар да осайды. Январ. Январ дей ма? Қазір қандай? Ойбай, сен атам заманда болған құттықтан күнің. Бопты, құттықтайын. Атың кім? Сәулет. Ал Сәулет, айналайын қарындасым. Бір жарым ай өтіп кеткен туған күніңмен. Денсаулығың мықты болсын, жақсымен. Өткен туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін өзі не болды, өзі бір сазды әуен бағдарламасы болды. Мұны ақ тілек пе еді, радиодан беретін еді ғой. Сізде құттықтапшы немерелеріңіз әшөк, шашөк дей салады ғой. Сондай не басылып кетті. Ата-анадан әзілдер бар екен осындай. Иә, нерімді ойнатпай тұр, айналайын. Тілегімді айтып алайын. Сол, Сәулет, айналайын, туған күніңмен өткен денсаулығың мықты болсын. Қаншаға толдың? Бір ебедейсіз ғой екесің барға, бір салып қағын кеп тұр барға. Қаншаға толдың құрғыр? 17. 17-ның екеуін жаса, деп андай. Вообще математикаға жоқсың ба? Ойнап жатырмын, 12-ның жаңа 86-90 жаса. 1000-ға кел. Сосын? Сөйтті әруақ болып кетсе андай. Мейтай ғана. Адам 1000-ға келсе не болып кетеді екен деймін да түрі. Сол үшін ақып қойып. Құрсын мен.
сол бар тілерім айналайын, бақытты бол, денсаулығың мықты болсын, ата-анаңның осындай красавица қыз болып жүре бер. Әумин. Иә, туған күннен туған күнге аман жете бер, денсаулық мықты болсын. Ешқашан ауырма. Әумин. Болды, енді кір үйге. Түн болды ғой айналайын. Жатшы құрсын. Давай. Дальше некуда. Давайте. Жаным, давай. Бір демал болшы. Бір ұйқың қанбайған сен, мен что-то бір не санамыз. Бір плотно ұйықтап, тұрып бір сүт ішіп алу керек болып тұрмын. Петропавловский ма, бір Шадринский ма, сондай бір сүт ішу керек. Келгенде апырайдың көккөй көккөй келгенде Қуатын болса қуам деп айта алмас. Светіңіз бар ма? Жоқ сет. Кешіріңіз онда. Не дейді? Срочно кешіріңіз мені. Мен қосылып тұрғанда шығарып жібересің бе? Айналайындар, өмір айтам ғой, кішкене свет қосып отырыңдаршы деп. Неме не бәле, Иә? Болды емес. Айналайындар, пожалуйста, светтерін қосып отырыңдаршы. Заявка жібергеннен кейін адам сөйлесем дегеннен кішкене свет қосып,